Армысыздар достар, бүгін сіздерге Maps бойынша эсселерді қалай жазу керек, соны түсіндіретін боламын, мұқият тыңдап. Біз бүгін essay planning, яғни жоспарлау эссені қалай жазу керек, осы Maps эсселер келетін кезде. Сосын sample answer берем, одан кейін lexical resource, яғни сөздік қор бойынша біраз ақпараттар беретін болам. Кішкене лайфхактар болады, соларды мұқият тыңдасаңыздар, сіздерге көп пайдасын тигізеді. Кеттік. Енді Maps сіздің алдарыңызға келген кезде бірінші ескеретін нәрсе, қанша карта сіздің алдыңызға берілді, соған назар аударуыңыз керексіз. Қанша карта берілсе, сонша body paragraph. Бұл жерде я 2 карта беріледі, я 3 карта беріледі. Соған орай body paragraphтарыңызды жоспарлауыңыз керексіздер. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, бірден арадағы айырмашылықтарды тез-тез ажыратып алуға тырысыңыздар. Мысалы делік, мына жерде 1980 жыл мен қазіргі уақыттың арасындағы үлкен айырмашылық бұл car parkingтің үлкейгендігі, playgroundтың басқа жерге ауысқандығы және school buildingтің екінші ғимаратының соғылғандығы және спорт алаңының кішірейгендігі. Осындай мәселелер бізде негізгі өзгерістер болып тұр. Келесі 2025 жылдардағы өзгеріс ретінде car parkingтің үлкейгендігі, playgroundтың орнының өзгеріп және ұзартылғандығы, спорт алаңының да бір саты төмен қарай жылжып, мектеп ғимаратының ұлғайғандығын көрсетеді. Бұл да екінші мен үшінші картаның арасындағы айырмашылық екендігін біз анықтап түсініп аламыз. Енді кез келген эссе жазатын кезде біздің назар аударуымыз керек нәрсе бұл identify main groups of data, яғни негізгі ақпараттардың көздерін анықтап алуымыз керек. Олар қандай ақпараттар? Бұл жерде what are the most important objects on the maps, яғни негізгі объекттардың барлығын анықтап алайық. Бұл two school buildings, яғни мектеп ғимаратының ұлғайғандығы, 2 ғимараттың playground, sports field, car park. Бұлар картаның бетіндегі негізгі өзгерістердің жағдайы болса, мына жердегі. Осы жерде бізде road, жол менен park бар. Екеуі де өзгеріссіз тұр, бірақ парктың мына жерде кішірейгендігін көреміз, мына жерде тек бір қалыпта қалғанын көреміз. Бірақ road пен park бұлар да бізде негізгі өзгерістердің қатарына жатпаса да, жалпы өзгеріс болып жатқан территорияның төңірегіндегі ақпараттар ретінде беріліп тұрғандықтан, оларды да біз қосуымыз керек, біз қосымша ақпарат ретінде, түсіндіңіз ғой? Қалдырып кетпейміз. Бұлар да main groups of data-ға жатады. Яғни мынау ақпараттардың барлығы біздің эсседе қамтылуы міндетті. Екінші мәселе identify the main changes, негізгі өзгерістерді анықтауымыз керек. Бұл construction of the second school building, мектептің жаңағы айтқанындай жаңа ғимараттың соғылғандығы, мынау 80 жыл мен қазіргі жағдайдың арасында жаңа ғимараттың пайда болуы. Екінші proposed extension of the second building, бұл жерде мынау екінші ғимараттың ұзартылғандығын көріп жатырмыз. Үшінші жағдай proposed extension of the school territory, яғни мектептің территориясының ұлғайғандығы, бұл жерде не? Парктың көлемінің кішірейгендігі және территорияның үлкенірек ауқымға ие болуы. Бұлардың барлығы бізде негізгі өзгерістер болып тұр, және осы өзгерістер бізде неге кіреді? Key features'тарға кіреді, яғни body paragraph'тың ішіндегі өзгерістер ретінде осыларды көрсетіп айтуымыз керек. Енді жүйелейтін болсақ, структурасын, құрылымын жасайтын болсақ, бұнда introduction overview 3 body paragraph бар. Бұл жерде past, present and future maps, яғни 3 карта болғаннан кейін 3 body paragraph болатындығын анықтап аламыз. Келесі этапта біздің жасайтын нәрсеміз overview жазу. Overview жазатын кезде негізгі өзгерістер қандай, соны анықтап көрсетеміз. The school has grown and there are plans to extend it further. Мектептің үлкейгендігін және оның одан сайын ұлғаятындығын келешектегі жоспарлап біз көрсетуіміз керек overviewдің ішінде, өйткені негізгі айтылатын key feature'лардың ішіне осылар кіреді. Біздің sample essay'miz қалай болады? Енді сұрақ бізде қалай берілген? The maps below show Newberry High School in 1980 as it is now and the plans for its development. Біз, как обычно, бұларды не істейміз? Paraphrasing жасаймыз. The maps illustrate, show below'дың орнына, show'дың орнына біз illustrate the main changes that have taken place in Newberry High School from 1980 until the present moment and the proposed development. Енді бұл жерде now деген сөздің орнына present moment деген бізде синоним қолданылды, достар. Осындай collocation қолдансақ болады. Collocation сөз тіркесі. The proposed development деген сөз предлагаемое изменение деген сөз, яғни жоспарланған өзгерістер 2025 жылға таман. Осыларды біз неде көрсетеміз?
біздің introductory sentence'імізді paraphrasing жасау арқылы осындай бір сөйлем жазып шықсақ болады. Бұны сіз өзіңіздің нұсқаңызды жазу арқылы да көрсетсеңіз болады. Ешқандай айырмашылық жоқ, дәл осындай болуы міндетті емес. Бірақ жалпы алғанда сіздерге мысал ретінде көрсетіп жатырмыз. Кеттік. Екінші этапта біз overview жазамыз. Overall, since 1980, the school has undergone a number of changes. Undergo деген сөз бұл осындай өзгеріске барды деген мағынаны білдіреді. Undergo a change деген collocation бар, яғни өзгеріске ұшырады дейміз ғой қазақшада. Сол ұшырау деген undergo деген сөз. Яғни мектеп дейді бірсыпыра өзгерістерге ұшырады дейді 80-ші жылдан бастап. The main one being the construction of the second building. Негізгі өзгеріс ретінде екінші ғимараттың соғылуы. Бұл бар ғой бізде 80 менен қазіргі жағдайдың арасында. By 2025, the school will have extended its territory to further improve its learning, sports and recreational facilities. Facility деген сөз бізде орталықтар, сондай бір ғимараттар деген мағынаны білдіреді. Центр дейді ғой мысалы, соны facility деген деп айтамыз. Енді не дейді, 25-ші жылға таман дейді, мектеп өзінің территориясын ұлғайтты дейді. Бізде парктың территориясы кішірейгендігін көрдік қой біз. Демек, мектеп территориясын ұлғайтты, өйткені өзінің оқыту территорияларын барлығын кеңейту мақсатында дейді. Оқытатын, спортпен айналысатын. Recreational facility деген сөз, бұл recreate деген сөз, немесе recreational center деп те айтады. Это денсаулықты жақсарту деген мағынаға келеді. Яғни балалардың дамуына арналған орталықтарды жасады деген мағынаға келіп жатады, достар. Окей? Оны ескеруіміз керек. Так, келесі біздің сонымен сайып келген кездегі бірінші неміз body параграфымыз біздің 1980 жылғы жағдайды түсіндіреді. Бірақ, достар, біз Maps-та әрқашан нені айтамыз? Өзгерістерді айтамыз. Бір-бірлерімен болған айырмашылықтарын көрсетеміз, салыстыра отырып ше. 80 жылдардағы жағдай, қазіргі жағдай, 25 жылдардағы жағдай. Енді қараңызшы, бірінші картаны сипаттайтын кезде біз оны салыстыратын басқа бір ақпарат берген жоқпыз ғой. Сол үшін бірінші картаны сипаттайтын кезде көбісінің жіберетін қателігі картаның бірінші бөлімін сипаттағанда бірден салыстыруға өтіп кетеді. Салыстырмайсыз бірінші картаны сипаттайтын кезде бірінші кезекте сразу тек қана сипаттайсыз. Не бар? Как бы базовые данные ретінде осы 1980 жылдардағы біздің картамызды сипаттап көрсетуіміз керек. Ешқандай салыстыру жасамаймыз. Түсіндіңіз ғой? Қараңыз, in 1980, the school included a single building and a small car parking located to the east of the road. Біз тек қана мектептің бар екендігін көрсетеміз, және small car park'тың бар екендігін көрсетеміз. To the east of the road. Жолдың шығыс бөлігі дейді. Сол жерде. The largest part of the school grounds was occupied by a sports field. Occupy деген сөз орын алады, яғни орналасады деген мағынаны білдіреді. Ең үлкен дейді, мектептің жерінің территориясын алып жатқан жер бұл спорттық алаң дейді 1980 жылы. With a small playground placed in the center of the grounds between the school building and the large park to the north. Яғни біз осылайша 1980 жылда не істеп көрсеттік, сипаттадық. Спортфилд ең үлкен бөлікті алып жатыр екен мектептің ғимаратында дейді. Playground бар, car park бар. Бұлардың барлығы car park'ты қай жерде орналасты? Жолдың шығыс бөлігінде орналасты, яғни былай қарай келді дейді. Playground паркке жақын төңіректе орналасты дейді. Мектептің ғимараты деп біз осы жерде 80 жылда сипаттап шықтық, достар. Енді біз келесі этапта екінші, үшінші body параграфтарды жазамыз. Бұл екінші параграфты жазатын кезде уже салыстырмалы жұмыстарды көрсете аламыз. Яғни 80 жыл мен қазіргі жағдайдың арасындағы айырмашылықтар. Енді қараңыз. Жақсылап картаға бір назар аударып алайық. Бізде спортфилд қысқарды, практически 2 есе қысқарды. Жаңа мектеп ғимараты пайда болды. Балалардың ойнайтын жері басқа жерге ауысты. Паркингтің территориясы ұлғайды. Осылардың барлығын біз бір сөйлем ретінде әдемілеп жазып шығуымыз керек. Күрделі сөйлем ретінде жазылған екен. Мына жерде қараңыз. Since 1980, the sports field has been halved in size. Яғни спорттың алаңы 2 есе қысқарды дейді. Рас қой? To accommodate a second smaller school building. Accommodate деген орналастыру, сыйғызу деген сөз. Келесі мектептің екінші ғимаратын сыйғызу үшін
не істеді? Спорт алаңы қысқарды дейді. And the playground. Яғни екінші мектептің ғимараты мен балалар ойнайтын жер playgroundты орналастыру үшін спорт алаңын қысқартты дейді. Which was relocated to provide more space for the expanded car park. Бізде не дейді? Playground пенен екінші мектеп ғимаратымен екінші мектеп ғимараты менен балалар ойнайтын жерге орын берілді дейді, спорт филд қысқарғаннан кейін. Және дейді, сол балалардың ойнайтын жері дейді relocated, яғни орнын ауыстырды дейді. Не үшін? Өйткені мектептің төңірегіндегі car parkingтің территориясын ұлғайту үшін дейді. Жаңағыдай машиналардың паркингі үшін. Түсіндіңіз ғой? Өйткені паркинг бізде ұлғайған болатын қазіргі жағдайда. The development proposal, уже дамыту несі, ұсынысы бойынша дейді, suggests, предлагает, that in the next 70 years the school will acquire new territory to the north to enable further extension of the school, a second school building. Бұл жерден дейді, келесі даму стратегиясы жаңағыдай предложениесі бойынша дейді, мектеп дейді жаңа территорияларды сатып алады дейді. Acquire, купить, приобретать деген мағынаны білдіреді. To the north, яғни солтүстікке қарай дейді, to enable further extension of the second school building. Яғни мектептің екінші ғимаратын ұлғайту мақсатында жаңа территорияларды алып, сол жерге дейді мектептің ғимараты, жаңа мектептің ғимараты менен car parkingті ұлғайту мақсатында және балалардың ойнайтын территориясын ұлғайту мақсатында жаңа территориялар алатын болады дейді. Осыны біз уже 25 жылдағы жоспар ретінде көрсетіп жатырмыз. Негізінде next 7 years деген, яғни қазіргі уақытты 2018 жыл деп қабылдаған екен бұл жерде. Сіз оған қатты назар аудармасаңыз болады. Next 4 years, next 3 years десеңіз де айырмашылық жоқ. Немесе by 2025 деп көрсетсеңіз де ешқандай қате болмайды достар. Енді мына жердегі сөйлемдердің барлығында назар аударсаңыздар біраз жаңа сөздер, біз білмейтін тіркестер қолданылуы мүмкін. Соларға назар аударайық. Бізде не бар? Range of vocabulary бар. Яғни сөздік қорыңызды тексереді. Lexical resource requirements. Бұл жерде range of vocabulary не дейді? Demonstrate a wide range of vocabulary. Яғни сөздік қорыңыздың кең екендігін көрсетуіңіз керексіз. Avoid repeating words from the question or your own words. Яғни қайталануды жасамауға тырысуыңыз керексіз. Paraphrasing жасайсыз. Енді қараңызшы. The school has undergone a number of changes. Яғни өзгерістерге ұшырады дейді. Көрдіңіз бе? Undergo a change. To further improve its facilities. Яғни одан ары өзінің ғимараттарын жақсарту мақсатында дейді. A small playground placed in the center of the grounds. Яғни place деген сөз орналасу деген сөз. Accommodate дегенді де қолданса болады. Locate десеңіз де болады. Бірақ place деген сөз қолданған екен. To accommodate a second smaller school building. Яғни екінші кішірек мектеп ғимаратын орналастыру мақсатында дейді. The expanded car park, ұзартылған car parking дейді, яғни паркингтің территориясын ұлғайтылған деп көрсетіп жатыр. Expanded. To enable further extension of the school building, яғни enable further extension, одан арақ ұзарту мақсатындағы ғимараттың ұзарту мақсатындағы жұмыстар деп жатыр. Enable деген сөз разрешить, дать возможность деген мағынаны білдіреді. As well as construction of a new larger playground. Construction құрылыс деген мағынаны білдіреді. Кеттік. Біздің paraphrasing жасаған бөлімімізде, яғни introduction'ды жазған кезде illustrate деген сөзді қолдандық. Show деген сөздің орнына, now деген сөздің орнына, the present moment дегенді қолдандық. And the plans for its development, яғни келешектегі өзгерістердің жоспары деп айтып жатыр. Оның орнына proposed development деп те айтамыз. Яғни жоспарланған өзгерістер дейді 2025 жылға таман. Солар туралы айтамыз деп жатыр. Көрдіңіз ғой? И мына жерде уже біздің overview бөліміміз бар. School has undergone a number of changes. The main one being the construction of the second building. The school have extended its territory. Extended, создырды деген мағына. Further improve its learning, sports and recreational facilities. Енді learning, sports and recreational facilities деген сөздер, бұлар уже мына сөздердің орындарын ауыстырады. Sports field дегеннің орнына бізде sports and recreational facilities деген сөз қолданылады. Мысалы school building дегеннің орнына learning building деген мағынаға да келіп тұрды мына жерде. Яғни
оқыту, спортпен және балалар дамытумен айналысатын ғимараттар немесе алаңдар, немесе сондай бір жерлер деген мағынаны білдіреді. Осындай сөздер синоним ретінде ауыстырылып қолданылған екен. Playground, sports field деген сөздің орнына. Өзгерте алсаңыз, синонимдарын біліп тұрсаңыз, онда басқа сөздерді қолдану арқылы сөздеріңіздің кең ауқымды екендігін көрсетсеңіз болады. Сөздік қорыңыздың яғни. To paraphrase, you may change the form of words or their order дейді. Яғни сөздердің орындарын ауыстырсаңыз болады дейді. Plans for its development, the proposed development дегенді қолдансаңыз болады. Бұл тіркесті жаттап алсаңыз жақсы болады, өйткені қандай да бір келешекке сай бір жоспарлар туралы әңгіме айтылатын болса, proposed development деп айта берсеңіз жақсы естіледі, яғни жақсы көрінеді ол. The development proposal, яғни proposed development, development proposal деп те қолданылады. Яғни мынау өзгеріс ұсынысы деген мағынаны білдіреді. Development proposal деген. Suggests that the next 70 years the school will acquire new territory to the north to enable further extension of the second building. Яғни development proposal менен proposed development екеуі практически бір мағына білдіретін нәрсе. Түсіндіңіз ғой? Кеттік. Бізде сол sports field, playground, school деген сөздер мысалы қайталанып келіп жатыр, car parking, бұлардың нақты бір синонимдар болмағандықтан біз бұларға sports facilities деп ауыстырамыз, ауыстырылатын жағдайда. Немесе қайталап қолдана берсек те, онда тұрған ештеңке жоқ. Өйткені нақты мысалы school деген сөздің орнына place to learn деп, немесе place to study деген сияқты нәрселерді ауыстыра алмайтын болсақ, ондай сөздермен тікелей мағынаны бермейтін болатын. School болып қала береді. Яғни ол жерге өзгеріс енгізбесеңіз, ол бір қате болып саналмайды. Түсіндіңіз ғой? Кеттік. Екінші мәселе usage of less common words, немесе less common vocabulary. Use collocations, немесе less common words, яғни жиі қолданылмайтын сөздерді қолдануға тырысуымыз керек. Мысалы қараңыз. One building деген орнына single building деп қолдансаңыз жақсы болады. Occupy деген сөз алып жатыр деген сөз, бір территорияны алып жатыр. Оккупировать деген сөз осыдан шығады. Occupy. To half деген етістік бар. Жарты қылу, яғни жартысын алып тастау деген мағынаны білдіреді. Has been halved in size to accommodate деп жатыр да. Accommodate деген сөз бар, это сыйғызу, расположить, тұрғызу деген мағынаны білдіреді. Which was relocated, яғни location деген сөзден шығады. Relocate бұл орнын ауыстыру деген мағынаны білдіреді. For the expanded car park. Expanded деген сөз, яғни созылған, үлкейтілген car parking деген мағынаны білдіріп тұр. Proposal ұсыныс деген сөз, достар. Acquire, to buy, сатып алу деген мағынаны білдіреді. Acquire, acquisition деген сөз бар, зат есім формасы. Enable, оны бағана түсіндірдім сіздерге, dать возможность, яғни жасату, істету деген мағынаны білдіреді. Extension, создыру деген сөз. Одан кейін construction, бұл құрылыс деген мағынаны білдіреді. Жалпы алған кезде осы сөздерді білуіміз керек. Біз енді бізде collocations'тар бар. Located to the east, located to somewhere, яғни орналасу, бір жерге таман орналасу деген білдіреді. Half in size, жартылай болу, яғни жартысына дейін өзгеру деген мағынаны білдіреді. To provide more space, provide space, яғни мысалы мүмкіндік беру, территория беру, я болмаса ұлғайту деген мағынаны білдіреді. Түсіндіңіз ғой? Development proposal, өзгеріс ұсынысы деген сөз. Дамыту ұсынысы деген сөз. Further extension, одан сайынғы ұзартулар деген мағынаны білдіреді. Жалпы осындай collocations'тарды, сөздерді қолданып өзіңіздің сөздік қорыңыздың кең екендігін көрсете білсеңіз, ол жақсы болады. Сіздерге ол үшін мен арнайы кітап бердім. Сол кітаппенен жаттығуларды көп жасаймыз. Осы эссені үйрену барысында сол кітапты толығымен бітіріп шығуымыз керекпіз. Кеттік. Бізде avoid errors in word choice, яғни сөздерді таңдау барысында қатеден аулақ болуымыз керек. Жазылуында қате жібермеуге тырысуымыз керек. Avoid errors in word formation, сөздің жасалуында қате жібермеуге тырысуымыз керек. Жалпы осы lexical resource requirements'ке назар аударсақ, maps бойынша эссе жазу, анау айтарлықтай қиын емес. Қорыта келген кезде, достар, кез келген maps бойынша эссе жазатын кезде, картада қанша уақыт көрсетілсе, қанша картаның түрі көрсетілсе, сонша body paragraph жазылады.
бірінші картаны сипаттайтын кезде бірден салыстыруға өтпейсіз. Бұл жерде тек қана қандай нәрсе бар, соларды әдемілеп сипаттап, бүкіл main groups of dataның барлығын енгізесіз сол сипаттау барысында. Одан кейін екінші картаны жазатын кезде, ол кезде уже біріншісімен салыстыра отырып жазасыз. Түсіндіңіз ғой? Үшіншісін жазатын кезде 2 мен 3-ті салыстырасыз бір-бірімен. Осындай нәрселерді түсінуіңіз керексіз. Логикалық құрылымын біліп алсаңыз, анау айтарлықтай қиын нәрсе емес. Көп практика жасаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлемет болыңыздар.